Саламатсыздар ма, оқушылар? Математика пәнінен 47-ші сабағымызды бастаймыз. Тақырыбы санның квадраты. Оқушылар, бүгінгі сабақта сендер санның квадратын 1/2 көбейткіштің көбейтіндісі ретінде ұғынуды үйренетін боласыңдар. Шахмат тақтасының шаршы пішінді болатынын білесіңдер. Есептеуді қосудың көмегімен жазуға болады ма? Көбейтудің көмегімен ше? Сендер қандай 1/2 көбейткішті жазасыңдар? Дұрыс. Шахматта көлденеңі мен тігінде де 8 шаршыдан екен. Олай болса, 8 саны мен 8 санының көбейтіндісі 64-ке тең. 1/2 көбейткіштің көбейтіндісін көбейткіштің квадратына ауыстыруға болады. Оқушылар, оқулығымыздағы бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Көбейтіндіні көбейткіштердің квадратына ауыстырамыз. 3 санының 3 санына көбейтіндісі, 6 санының 6 санына көбейтіндісі, 8 санының 8 санына көбейтіндісі, 9 санының 9 санына көбейтіндісі, 7 санының 7 санына көбейтіндісі, 5 санының 5 санына көбейтіндісі, 2 санының 2 санына көбейтіндісі. Оқушылар, сендер түсінді деп ойлаймын. Енді дұрыс жауабымен тексерейік. 3 санының 3 санына көбейтіндісі 3-тің квадраты. 6 саны мен 6 санының көбейтіндісі 6 санының квадраты. 8 саны мен 8 санының көбейтіндісі 8 санының квадраты. 9 саны мен 9 санының көбейтіндісі 9 санының квадраты. 7 саны мен 7 санының көбейтіндісі 7 санының квадраты. 5 саны мен 5 санының көбейтіндісі 5 санының квадраты. 2 саны мен 2 санының көбейтіндісі 2 санының квадраты болады. Екінші тапсырмаға назар аударамыз. Не байқадыңдар? Жасыл ұяшық пен ақ ұяшықтарда қандай сандар бейнеленген? Қиылысу бұрышына назар аудар. Сандардың квадраты нешеге тең екенін жазыңдар. Жұп сандарды өсу ретімен, тақ сандарды кему ретімен жазыңдар. Жарайсыңдар оқушылар. Енді дұрыс жауабымен тексереміз. Бірінші, жұп сандардың өсу реті. 2 санының квадраты 4. 4 санының квадраты 16. 6 санының квадраты 36. 8 санының квадраты 64. 10 санының квадраты 100. Ал енді тақ сандардың кему ретіне назар аудар. 9 санының квадраты 81. 7 санының квадраты 49. 5 санының квадраты 25. 3 санының квадраты 9. 1 санының квадраты 1. Жарайсыңдар оқушылар. Енді оқулығымыздағы 3-ші тапсырмаға назар аударамыз. Сандардың квадратын 1/2 көбейткіштің көбейтіндісіне ауыстырып, оларды есепте.
Жақша ішіндегі 4 санының квадраты мен 8 санының квадратының қосындысы мен 10 санының айырмасын табамыз. 4 пен 4-тің көбейтіндісі 16-ға, 8 пен 8-дің көбейтіндісі 64-ге тең. 16 саны мен 64 сандарының қосындысы 80-ге тең. Қосындының мәнінен 10 санын азайтқанда 70-ге тең болады. Оқушылар, бүгінгі тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Қалған бөліктерін өз беттеріңше орындаңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.